Түркиядан, жағалаудан сәлем баршаға. Мына жерде жағалауда келе жатып, орысша сөйлегендерді естіп, соларға бұрылып қарасаң, әрине сөйлеп атқан орысша қазақтар өзіміздің. Басқа елдің бәрі өз тілінде сөйлейді. Мына жерде айтайын дегенім, біздің мынау қазақтың жас келіндері біздің қазақтың ұлтын жоюға тура тапсырма алғандай, туғаннан көз ашқаннан бастап балаларын тек қана орыс тіліне үйретіп, орыс мәдениетіне үйретіп жатады. Сонда бұл не болады? Соңында қазақтың ұлтын жоюға тырысып жатқан адамдар ма бұлар? Қазақта айтады ғой, ана тілінде сөйле деп. Ана тілінде, бала ана тілінде сөйлейді. Ол анасы тек қана орыс тілінде үйрететін болса, барлығы біздің болашағымыз не болады? Мына жас балалардың барлығын, жаңадан туған жас балалардың барлығын аналары, жас біздің келіндер, қазақтың келіндері, тек қана орыс тілінде тілдерін шығарып жатыр. Тек қана орысша сөйлейді балалармен. Бұл не, өзі ұлтына қарсы жұмыс жасау ба, өзі ұлтын құрта алмай жүр ма бұлар? Болашақ не болады сонда? Баяғыда біздің аталарымызды совет заманында бұлар намаз оқиды, бұлар отсталый, артта қалған жабай адамдар деуші еді. Ертең бізді де сөйлеп айтатын болады ғой, мына қазақша сөйлейтіндер артта қалған жабай адамдар деп. Солай, түбіне солай жетуі мүмкін. Бізге қатаң заң керек. Тек қана қазақ тілі деген әйтпесе ұлтымыз құриды. Мына жас балалардың барлығы тек қана орысша тілдері шығып, орысша сөйлеп жатыр. Мектепте де болсын, жасөспірімдер түбінде ұлтымыз жойылады, егер біз қатаң заң қабылдамасақ.